Бірлік каналында сіздерді көруге қуаныштымын. Бүгінгі таңда біз осындай замоктың осындай жерлері жыртылып қалып жатады. Сол кезде біз қалай оны үй жағдайында жөндеуімізге болады, шеберханаға бармай. Осы жерде көріп тұрған шығарсыздар. Бұл проблема неге болады? Өйткені мынау сыдырма ары бері жүргендіктен осы жердегі жіптерін қиып кетіп жатады. Сол себепті бізге бүгін қажет болатын құралдар ол кәдімгі ине, сонымен қатар кәдімгі жіп, мен көріп тұрғандай. Және соңында қайшы керек болады осы жіпті қиып тастау үшін. Оны қалай істейміз біз? Осы жердегі сыдырманы былай жылжытып тастайық. Көрдіңіздер, тағы да қайталап көрсетейін, қандай проблема болатынын. Осы сыдырманы төменге түсіру қажет болады. Былай. Енді оны қалай істейміз? Осы әрбір осындағы тістері, олар негіз тігілген, осы жерде көріп тұрған шығарсыздар, жіп мынау, өзінің заводской жібі. Ал бізге ішінен алу керек болады. Міне мынау тісті мысалға тігу үшін маған бірінші ішінен алу керек болады. Неге ішінен десеңіздер, осында мен жіпте түйін жасадым ғой. Түйіні сыртынан алатын болсақ, сыртында шығып тұрады, және ол бізге кедергі жасайды. Тіптен мүмкін сыдырманың өзіне де кедергі жасайтын шығар. Сонымен бұлай тарттым. Мен үстін көріп тұрған шығарсыздар. Үстін көрсеңіздер, мынау бірінші тістен алаймын да осылай астындағы матаға тігемін. Міне матаны көріп тұрған шығарсыздар. Матаға тіктім. Сәл тартып аламын. Жіп қалмау керек. Мынандай артық жіптермен. Біріншісі кетті. Біріншісіні қайтадан орап аламын мен. Қаттырақ болу үшін, кішкене сапалырақ болу үшін. Содан кейін барып екінші рет орап алып жатырмын. Неге десеңіздер, жаңа айтқандай, заводта негізінде ол жіптер сапалырақ. 2 қайтарама, 3 қайтарама солай тігілетін сияқты. Тігін машинесімен. Содан кейін барып екіншісін алып жатырмын. Екіншісінде бұлай. Екіншісін мына жеріне қарай кіргіземін. Мынау тіптен тігілмеген, мынау мүлдем. Сол себепті міне астындағы матаға қайтадан кіргіздім. Осылай айналдырып тігеміз. Қайтадан сол жаңа тіккен тісті қайта алып жатырмын. Содан кейін барып соны орап тігемін. Артық жіптер қалып қоймасын. Біркелкі болып тігілу керек. Үшінші тіске тура солай астындағы матаға біркелкі болып тігілсін. Жіпімізді. Сосын үшіншісіне де тура солай. Осылай кете береміз. Яғни біркелкі қылып тігіп, көріп отырған шығарсыздар, астыңғы жағы міне аса қатты байқалмайды. Және осы үшінші түсті қайтадан айналдырып тігемін. Қиындық еш нәрсесі жоқ. Тек қана мынау астындағы матаға іліну керек. Шетіне құр өзін, осы пластмассының желімнің өзін ғана айналдырып тіге бермеңіздер мынау тістерді. Осылай жалғастыра береміз. Сонымен мынау соңғы үшеуі қалды. 2 айналыммен тігіп жатырмын әрбір тісін. Қазір отырып ойланып жатырмын да, негізінде осылай 2 қайтара айналдырып тікпейік. Мынау жіпті 2 емес, яғни біреуін бетіп айналдырып емес. Мүмкін осыны 2-ден істеуге болатын шығар. Яғни 4 жіп болады осында. Сол кезде бір-ақ рет қана тігіп кете бересіздер да.
соңғы біреуі қалды. Осы біреуін тағы да айналдырып тігіп шығамыз. Жерде жіп қалып кеткен, осындай жіптерді қалдырмаған жақсы. Неге өйткен ертең ары-бері сыдырмай жүрген кезде кедергі жасап, немесе осыған ілінуі мүмкін. Тігу керек соңғы тұсы. Тігіліп жатыр. Сол себепті қайта тігіп жатырмын. Және келесі соңғыдан кейін заводской тігісімен тұрғанында тігіп кетемін. Өйткені мына жердегі жіптерді сөгіп жатқан кезде оған да зиян келіп қалуы мүмкін. Сол себепті онда тіге салайын деп жатырмын. Сонымен осылай. Соңында кәдімгідей жіпімен аз болғандықтан тіптен бұны былай да істеуге болады. Осы жерден қайтадан не істемес үшін, түйіндеп жатпас үшін, яғни былай келесінен өткізе салуға болады. Сонда бұл тіпті арқа салуға мүмкін болады. Неге түйіндемедім? Өйткені мына жерден өткізгеннің арқасында, ол соңғысына өткізгеннің арқасында екі қадам былай қарай жүргендіктен ол сөгіліп кете қоймайды. Яғни міне астыңғы жағы. Міне астыңғы жағы. Ал мынау үстіңгі жағы. Байқасаңыздар, көрініп тұрса, мына жердегі заводтан тігілген осы жерге дейін. Мынау менің қолмен тіккенім. Мына жер заводтан тігілген осы жерге дейін. Мынау мен мынау аралығында мен қолмен тіккен. Осылай тіксеңіздер, енді қараңыздар, енді қалай жұмыс істейді ол. Жаңа мына жерде кедергі жасаған еді. Енді міне осылай бітті. Яғни жаңағы жыртылып тұрған жері жақсы болды. Осылай тігу арқылы біз осындай проблеманың шешімін жасаймыз. Сонымен қатар сіздер осы каналға жазылсаңыздар, қолдарыңызды жоғарыға не төменге қойып өз бағаларыңызды берсеңіздер болады. Астына не жайлы көргілеріңіз келеді, астыңғы жағына сол жайлы жазып қалдырсаңыздар. Сау болыңыздар.